Сәлем баршаңызға, сіздерге ватрушки ұсынатын боламын. Рецепті видеоның астында. Ыдысымызға сүтімізді, қантымызды, жұмыртқамызды, тұзымызды, дрожжымызды және ерітілген сары майымызды салып, бәрін бірге жақсылап тұрып араластырамыз. Жақсылап араласып болғаннан кейін өлшенген ұнымызды үстіне салып, бәрін қолымызбен илейміз. Илеп болғаннан кейін бетін жауып, қоя тұрамыз көтерілгенше. Оған дейін начинкасын дайындаймыз. Творог, қант, жұмыртқа, крахмал және қаймақты салып, бәрін блендерде өткізіп аламыз. Тестіміз көтерілді, осылай бөліп, противенге салып, бетін жауып, қоя тұрамыз көтерілгенін. Одан кейін алып, стаканның түбімен осылай істеп, жан-жағына жұмыртқаның сарысын жағып, үстіне начинкамызды құямыз. 180 градуста 35 минут пісіріп аламыз. Осылай болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лүпіл басып, пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Ас болсын, сау болыңыздар.